Қаладым сені мен бір көрген сәттен, қарадым борадым бедегін тәттен. Екеуміз ғана бірге болатын жерге, екеуміз ғана бірге болатын елге. Алдымызды бүкіл ғалам, артымызды жанып тұрған сұлу қала. Екеумізге жанып тұрған жұлдыздар, тілегімді орындаймын деп. Менің саған ғашық болғаным, сенің маған ғашық болғаның. Менің сүйгенім, 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 сүйгенім. Сенің маған ғашық болғаның, менің саған ғашық болғаным. Сені сүйемін, 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 сүйемін. Арманым орындалды, осы мен жанымда күнді. Шабыт берші жаңа өнімге, ең әдемі шыққан әнім болып, музыкам болып кетші бұл әлемге. Жақында маған кесіне, құшақтаншы ескін, сыбырлашы естейін, сенсіз бәрі бестейін. Келші бері кештейм, екеуміз лөфтейм. Айтшы маған не істейін, қорықпашы тиіспейін, қорықпашы тиіспейін. Айтшы маған не істейін. Менің саған ғашық болғаным, сенің маған ғашық болғаның. Сені сүйгенім, 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 сүйгенім. Сенің маған ғашық болғаның, менің саған ғашық болғаным. Сені сүйемін, 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 сүйемін. Арманым орындалды. Саған айтып аштым жүрегімді, саған кетті барсың, кетті мүлде. Көргенде өзіңді алғаш, көргенде өзіңді алғаш. Махаббаттың құдірет күшін әл билеп, екі жастың табыстырған жүрегін. Жастық жалын асыл арман ақ ниет, бақыт сыйлап осы үмітті гүлдерін. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер. Ән салайық би билейік, би билейік. Шарықтасын шатты күндер, шатты күндер. Бірге танып болашаққа өмірге, тікті бүгін ортамызға отауын. Қуаныш пен шаттық орнап көңілге, тойламаққа келді бүгін көп қауым. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер. Ән салайық би билейік, би билейік. Шарықтасын шатты күндер, шатты күндер. Жас жаңырақ болсын бақыт бесігі, жас жұбайлар құтты болсын тойларың. Кең ашылсын болашақтың есігі, орындалсын арман тілек ойларың. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер. Ән салайық би билейік, би билейік. Шарықтасын шатты күндер, шатты күндер. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер.
рахмет. Ассалаумағалейкум қадірменді қонақтар. Уағалейкум ассаламды бір қошеметтеп қойыңыздар. Қадірменді көпшілік, осындай кереметте зәулім сарай мейрамханаға қош келдіңіздер. Құрметті аға, жеңге, әпке, жезделер. Бүгін керемет, әдемі той, Берік әкеміз бен Ләззат анамыздың шаңырағындағы шаттыққа қош келдіңіздер. Абылайхан мен Алияның той құтты болсын деп қойыңыздар, қадірменді ағай. Бүгін Шымыр елінде ұлан астыр әдемі той, Ақтүйенің қарны жарылған күн. Ендеше көпсіліп созбаймыз, ертең күнде кеш қылмаймыз. Орымыздан тұрып, шапалақты ұрып, Абылайхан мен Алияны қарсы алыңыздар, қадірменді ағай. Жастар келе жатыр, жар-жармен. Абылайхан қарсы алыңыздар, қадірменді ағай. Тойы құтты болсын деп бір музыкасы қошеметтеп қойыңыздаршы. Бұдан да қаттырақ қошеметтеп қойыңыздаршы, үйленген күшті деп ойласын. Рахмет, ақылды, абыройлы, мейірімді, рахымды, кішіпейіл, киелі айтқандары әділ тілектері қабыл болсын, арттары үбірлі-шүбірлі, алдары тек қана нәсіп болсын деп жастарды төрге жайғастырайық. Қыз жолдас пен жігіт жолдасқа жұмысты болсын деген ниеттеміз, құрметті ағайын. Қошемет! Үйрендім мен бойда емеспін, қалдың елеспін атта бәрі. Үйлендім мен қаша көмір, тасым көмір, шықын амады. Үлкендерін шақырайын, аталарымыз, Отыншы атамызды, Дүйсебай атамызды және де Жақсыбек атамызды шақырамыз. Мархабат, келіңіздер аталар. Қадірменді қонақтар, ендеше ақ дастарханға ақ бата алуға рұқсат етіңіздер, содан кейін батадан кейін бір ақ дастарханды алсаңыздар болады, қолдарыңызға тамақ алсаңыздар болады деп қояйық. Бір сабырлық қойыңыздар, аталарымыздан бата алайық. Тынышталайық, құрметті ағайын. Сәл сабырлық қойыңыздар, аталарымыз сөйлесін. Құрметті тойға келген қауым, бүгін ауылымызда, елімізде bir үлкен шаңыраққа түскен келінмен үйленген баламызбен тұрмысқа шыққан келініміздің үлкен қуанышын тойлап отырмыз. Осы тойымыз қызықты өтсін, көңілді өтсін. Тәңірім қолдасын, астың адалдығын берсін. Астың адалдығын берсін, таңырақтың амандығын берсін. Өрісің малға толсын, таңырағың татыққа толсын. Құдайым оңдасын, таңырағындағы қуанышқа ұласа берсін. Осы қуаныш тойда қасып отырған әрбір таңырақтың үйінде болуға Тәңірім нәсіп етсін. Аумин.
Ал мына бүгін мынау Шымыр ауылында үлкен той болып жатыр. Мынау біздің жаңағы баламыз ғой енді немере, Шымыр немересі. 2 жас бақытты болсын. Осындай әр ортада жақсылап қатарларымен алып жүре берсін. Әркімге осындай жұмысты бола берсін. Омен барлық қойсын. Аталарымызға қошеметтеп қойыңыздар, және аталарымызға шапан, қалталарыңызға кететін шапан. Бір естелікке суретке түсіріп алсақ аталар, тоқтаңыздар, біздің той иелерімен, әкемізбен, анамызбен бір әдемі сурет болсын. Дұрыстық, әкеміз жақсы біледі, құр қолға бата жүрмейтін біліп тұр міне. Рахмет, орныңызға жайғасып алыңыздар. Қадірменді ағайын, міне ақ дастархан ашылды, ақ бата берілді, жастар жайғасып астан алып отырыңыздар. Біз енді ортаға биші қыздарымызды Еркемай би ансамблін шақырамыз, қабыл алыңыздар. Үйдегі той құтты болсын. Осындай той баршаңызға жұғысты болсын. Және де маған да жұғысты болсын. Той құтты болсын.
өйткені подаркілер өте көп, ақшалай сыйлықтар болады, неше түрлі сый-сияпаттарды сіздерге қазір аямай шашатын боламыз. Бүгін Абылайханның тойында Берік әкеміз тойға шашылайын деп отыр. Ендеше бірінші енді тілек кезегін беріп аламыз, содан кейін ойын, би, күлкі ойын деп тұр, құрметті ағайын. Ендеше ортада біздің әдеттегідей құдаларымыз, ата-апаларымыз және әпке-жезделер сіздерді бірге қосып шақырайын деп отырмыз. Өйткені уақыттың өзі уақытша екен, өздеріңіз де білесіздер. Садуақас Базаркүл ата-анамыз бастаған Кенжегүл апа, Гүлжахан апа, Дүйсебай Хадиша, Сағынтай Отай, Нұрбай Ағзира, Жамбыл Гүлнар Отыншы, Қатира Роза, Марияш Зина, Райкүл апа, Зеркүл, Әсет Анар, Бақыт Қаламқас, Есенғали Гүлжамал дейді. Және Гүлжамал мен Ұлболсын әпке, Сәрсекүл әпке, Жұманбек Жише, Қайсар Ақжамал, Ләззат әпке, Айгүл Мұрат Марал, Әділбек Бота, Мұхтар Жанар Айсұлу, Айнұр Тоғжан, Мақсат Құндыз, Мейрамбек Арай, Жарас Назира, Жалғас Гүлнұр. Келіңіздер, билеп шықсын деп жазып қойыпты сіздерді. Ал ортада той екенін көрсетіп, құда Ақбата алдық, енді ақ тілек алсақ деген ниетіміз бар. Ниетімізді құртпайсыздар, сабырлық қылып тыныш отырсаңыздар болғаны. Ендеше бірінші болып енді аталардан бастайық. Әдеттегідей жаңа бата берді, енді тілегін айтсын атамыз. Сәл тыныш болса. Бүгінгі тойымыз жақсы өтсін десеңіздер, тыныш отырайық, бір-бірімізді тыңдап. Ата бастаңыз. Нағашы атасынан бастасын деп жатыр. Садуақас ата өзіңіз бастаңыз, келіңіз. Жайғасып отырып алыңыз, отырып алып сөйлей беріңіздер, сіздерге болады. Бисмиллахиррахманиррахим. Тойға келген қауым, құда жекжаттар, ағайын туысқандар, бәріңіз қадамдарыңызға көңіл бітсін. Қызым мен күйеуім той жасап отқан тойлар құтты болсын. Мына жиен бала мен жиегеріміздің шаңыраған тікен шаңырақтар биік, ошағасы беріп, болып, денсаулықтар мықты болып, ата-енесіне қызмет жасай берсін. Ал Абылайханның нағашы атасына бір қошемет көрсетіп қойыңыздар, қадірменді ағайын. Және де артын суытпай нағашы әжесі де сөйлей жіберсіңдер. Өтініш. Ләззат Берік, насып отқан тойларың құтты болсын. Мына немереңіз бен немере келініміздің шәтті тіккен отауы биік болсын. Аңсаған армандарына жетсін. Барлық жақсылықтар қосылғанын сыйлаймын. Құдағайдың кенже құдағай. Сіздің арқаңызда осының бәрі болып жатқан. Сізге бір рахмет. Осы жүйе көрсетіп жатқан. Нағашы әжесіне бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Аман есен жүрсін, Құдай қаласа бесік тойда басы қосып бұл кісілер. Ал енді осындай әдемі ата-ананың нүктесін біздің анамыз, Кенжегүл анамыз тілекті көп келсін. Біздің әппақ Белоснежка мамамызға бір шапалақ ұрып қойыңыздар, қадірменді. Красавица, комсомолка, спортсменка. Құрметті жарымдар, бәріңнің бізге де қуанышымызға ортақ болып келіп отырғандарына рахмет. Бүгін біздің Шымыр облысында бір шаңырақ көтеріліп отыр, айналайын. Тыныштықбай әулетінде
Айналайын, абылай. Тыныштықпай болса, сен туғанда қуанып, абылай қойып еді, атамындай болсын сен. Соның жолын берсін шырағым. Бақытты болыңдар 2 жас, шаңырақтарың биік болсын. Өмірлерің баянды болсын. Ал Берік, Ләйла, қарағым. Қаяқтасың? Мына қаптың аузы ашылып атыр сендерге қарақтарың. Құдалықтарың мың жылдық болсын. Жаңағы күйеуліктерің жыл болсын. Сендердің арқаларында біз мына қызықтарыңды көріп жүре берейік. Ұлдарың ұяға, қыздарыңды қияға қондыр. Мына Данашым да жақсы оқып, оқуға түсіп атыр. О да өмірі ұзақ болып, бақытты болсын. Менің айтайын дегенім мына қуанып отырмын. Керек болса бүгін қостып сөйлейін деп отырмын, қуанғаным сонша. Айналайын, енді балаларға аз ғана көп сөйлемейін, бірақ батамды айтайын. Басқалар сөйлесін. Бісмілда деп батамды мен берейін. Өмірлерің ұзақ болсын қарақтарым. Бастарыңа бармақтай бақ болсын. Айтамайым енді болды. Маным осы бұл. Сендерге арашан орын бар. Ағытау торым не қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекей. Бақытты болыңдар, болыңдар. Қошемет, анамызға сыйлық. Менің анам баламның тойына келіп, әндетіп, бата беріп тұрса, мен баласы болсам бетіне сүйіп құшақтап алатын едім да. Берік әкеміздің орында болғанда, жаным. Сіздің келініңіз болсам да кеп құшақтап сүйетін едім. Ләйла, сізді. Ол кісі сразу браслет тағайын деп жатыр екен. Не деген келін мынау? Ой, жаным міне. Ләйла, Ләззат, өзіңіздің анаңызға бар екен ғой. Шошып кеттім ғой, өзінің мамасына жоқ па деп. Менің енем де осылай тілек тілесе бетіне сүйіп алатын едім, енемді. Менің енем болғаныңызда сізді бетіңізден сүйіп, рахмет деп айтатын едім да, менше. Анау сіздің қайнатаңыз ба? Ал қадірменді ағайын, мен үйленіп жатқанда ата-анам аман болып, ата әжем тұрса, мен де жүгіріп келіп ата әжемді сүйетін едім Абылайханның орнында болғанда. Абылайхан, кел ал. Осы кісілер сені бақауға келе жатыр, құрметті ағайын. Сүйіп құшақта жүрші Абылайхан. Міне келе салып сәлем салып жатыр міне. Ой жан, бақытты бол. Өздерің ата-аналарын қоясың ішті. Аға, осы мужик сен әкең болады. Анау анаң сен. Бақытты бол, аға, ой жаным сен. Міне келінің маңдайынан сүйіп жатқан Берік әкемізге бір шабал барып қойыңыздаршы. Тұла бойы тұрған өнеге бұл кісілердің. Ал енді жастарды әкеп тұрмын, енді азын-аулақ сөз сөйлеп, суретке түсіп, быт-шыт биге жалғастырып жіберейік та. Кім сөйлейді енді? Мен сөйлемесем болмайды, балам дейтін кісілер ғана шықсын, қалғандарымыз қосыла салайық. Бұл кісіні өзі де қосылайын деп тұр. Кім бар? Қосыламыз ба не? Ата, өзіңізден бір сөз болсын. Құрметті тойға келген қауым, ұлым Берік, келінім Ләйла, қуаныштарың құтты болсын және. Сендердің барлықтарың мынау аталарыңның арқасында біздің көз алдымызда бәріміз бірге өсіп бірге қартайдық. Сендер де мінекей бірге өмірге келгендер қуаныштарында болдық. Өткендеріңді көріп қуандық. Бүгін Приступайдың кенже ұлы үйіне келіп түсіріп
kızıklı toyun görüp oturmuş. Allah Teala bizge tuaklı günün, kömürlü günün verip otur. Bizge osu kızıklı dalgastırı nasip olsun. Kence bugün Tırkıbay'ın nemeresi üylerini atır koy. Endi kızdan kömürü gördüm. Tanrım sağan buna ondan da kömürü görüp sonra bağıp peynir etip terbiyelep ötürüp şeyganda nasip olsun. Berikdayla bu başlaması toyların toyga ulaşsın, yer yurtumuzda toy köp olsun, sol toydun payısı bol durun, bizge de Allah Teala nasip olsun. Balam buna kadamın жаңа ömürge kutlu olsun. Rahmet, atamızға бір қол соғып қойыңыздар, әрмен қарай жалғастырыңыздар, қыздар. Жиналған көпшілер, бүгінгі тойымыз құтты болсын. Кенжебас айналайымда немере балам үйленіп мына бізге жұғысты болсын. Мынау айналайым беріп папамның құрдасы деп бізді шақырғанына мында бір рахмет, біздің жасымызды берсін. Айналайым мына екі жас бақытты болсын, шақырақтағы шаттыққа бөленсін. Өрімде өрімді, мейізде мейірімді бол жаным. Сендер екі жақтың ата-ананың еңбегін бағалаңдар. Бері папам құда жақта сендерді өсіріп, өндіріп, үйлендіріп жатыр. Сол еңбегін бағаласаңдар, сендер екеуің жақсы болсыңдар, еңбекті бағалағандар сол. Енді жаңа ападан қоймайды, бір ауыз өлең айтпайды. Жібек арқанай, көгілді арқанай, осының бәрі кенжебас, сенің арқанай, сенің арқанай. Ой болса екен ендеше, ой болса екен ай, өріс толған тораңда, қой болса екен ой, дүние-ай, мынандайдан бір көшкен, ай кенжебас ай, келер жылы тағы да той болса екен ой, дүние-ай, жібек арқанай, көңілді арқанай, осының бәрі берікжан, сенің арқанай, сенің арқанай. Қошеметтеп қойыңыздар міне. Әнімізді де жұптап жіберді біздің. Енді қалғанымыз қосылатын шығармыз енді. Қосылмайтындар жайлап келе беріңіздер. Әпкесі сөйлесін деп жатыр аға. Осы әпкемнен кейін нүктесін қойайық деп жатқанға, болмаса шыдай алмай тілек айтқыңыз келіп баратса, берге қанып WhatsApp-ына аудиозаписіне жазып бересіздер аға. Ал басқан чек, елдердің шауып, міне тыршықпайды, ертілі көресі аңнан жағынан. Ола бір аудан түсіп атқан шығар енді. Айналайын, еріп, баласы біледі. Атқан ерді мен жақсылық болсын, аман болсын, кеген ұзалардың құтты болсын, жақсы болсын бәрі. Ой, рахмет. Ал, айтыңыз аға. Құдағи, міне сіздің әулетте өзіңіз айтқандай үлкен той болып отырып, балам мен қызымның үйінде шаңырағына келін жүзіп, міне жастар бақытты болсын, Абылайхан балам айналайын, қадамың құтты болсын келінің, осы үйде тек қана той болсын, құдағиымның жүрегі жарылып, үстіне киген ақ киіміндей, ақ белімен бар ниетін айтып жатыр, немере шөбере шөпшекке жетсін құдағиым, үйіңізде әрдайым той болсын, мынау бүкіл елдің тойы өзіңіз айтқандай бәрі тілекші, ауыл болып, осындай той бәріңізге жұмысты болсын. Құдағиымызға азын-аулақ подаркын тапсырайын. Бала мен қызыма тойлары құтты болсын, жалғаса берсін. Ал, мына құрметті құдағилардың атынан осындай анамызға камзол арқасына құтты болсын. Және де бір естелікке, жастармен бірге суретке түсіріп алсақ, сіздерде келіңіздер, жақынырақ тұрыңыздар. Абылай мен алдына бала тілек бермеді деп
пьеса айтты мысалға, аз сөйлетті. Енді ортаға шығып билейік, құрметті ағайын, ортада шығып сұмдық билеріміз сіздер үшін, ата-апалар, нағашылар, құда-құдағылар ортада. Ал ортаға шығып билейіңіздер. Ұлдарыңызды ортаға шақырайын деп отырмын. Бізбен бірге келген Мейіржан ұлдарыңызды әдемі жақсы әнімен қарсы алыңыздар, мархабат. Арнайы осындағы құда-құдайлардың құрметіне, ата-апалардың құрметіне.
Шолпан Мақсат Гүлдір Серік әйгерім Ербол Шақа, Серік Дана Әлімбет Анара, және де ортада аға жеңгелер Жеңіс Лаура Серік Райгүл Байдәулет, Ертай Айгүл Ринат Айдана, Олжас Игира, Мейірбек Нұрсұлтан Аяжан, Ғайни Камал. Келіңіздер, өздеріңізден тілек алайық, билеп шығыңыздар. Айде! Сіздер сияқты біздер қуанып жүргіміз келеді. Керемет нағыз қуаныш сіздерден байқалып тұр. Ендеше өздеріңізден тілек болсын. Бірінші болып нағашылар, түп нағашылар, сүт нағашылар өздеріңізден тілек алайық. Сосын аға жеңгелер сөйлейтін болады. Кімнен бастаймыз тілекті? Ассалаумағалейкум, той жүрғалым. Дөрге шыққан құдалар, ассалаумағалейкум. Той құтты болсын, берік ләззат. Ал балдарым. Тікен одау, шаңыра бик болсын, берекесі кең болсын, терезесі тең болсын. Іші толған үйір. Ол құлақ жаға болсын. Не дейміз, мына тойларын тойға оласа берсін. Әрқашан үйлеріңе тойға келейік. Құтты болсын. Ассалаумағалейкум, баршаңызға тойшыл қауым. Мынау Берік, Бажекен, Ләззат, той құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Әйтеуір шаңырақтары биік болсын, керегелер кең болсын. Әрдайым той болсын дейді. Тойларын тойға болсын. Ләззат беріп, мына тойларым құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, шаңырақтары биік болсын, бақытты болсын. Бұдан да кең тойларды естісін, тойдан тойға қасай берсін. Енді жылы бесік тойға келейік. Берік, Ләззат, ұлдарының шаңға көтерген тойы құтты болсын, келіндер құтты болсын. Биыл мына үлкен жастардың тойында кездессек, келесі жылы жаңағы бесік тойға кездесейік. Әрдайым көз алдарында көз қуаныштарың болып, сіздерге әрдайым жақсы келін болсын, қызмет етсін. Әрдайым өстіп екеуің әдемі болып, ата-ана болып өсуіне беріңдер. Тойларың құтты болсын. Қол соғып қойыңыздар, құрметті ағайын. Нағашыларымыз мына ағынан жарылып жатыр. Тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Әрмен қарай жалғастырайық, өтініш. Жезе, әпке, тойларыңыз құтты болсын. Ойларыңыздан күн көрен кетпесін. Бала-шағаларыңыз аман есен күліп, алдарыңызды шақырып жүре берсін. Абылайдың тойы құтты болсын. Аман болың. Рахмет. Аға жеңгелерден тағы да Олжас кім сөйлейді? Жеңіс аға сөйлесін дейді. Жеңіс аға. День победы. Пожалуйста. Армысыздар, құрметті қонақтар. Мынау үлкен тойға бас қосып отырғандарыңызда міне қуанып жатырмыз. Алдыдан бері жайда мынау балаларды қосып үлкен той жасап жатқандарыңыз өте дұрыс болды. Екі жас бақытты болсын. Ал Құдайлар келгендеріңізге гүл өтсін, тойға ұлассын, халықтарымыз жақсылықта кездесе берейік.
Рахмет. Ертаяға келді ме, ертаяға? Ау, кесіңізші аға. Ағыз өзіңіз. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым, тойлары болсын. Әбеке, мына осал болғандарың болсын мінеке. Иттерден көріп жүрер. Бақытар бастырып. Әрқашан жақсылық көріп. Той қаласын, бер қайдан ал. Тойдан боласын, әрқашан жақсылық болсын. Әрқашан той болсын. Рахмет. Келесі кезекте қыздар жағы сөйлесін дейді. Пожалуйсталарыңыз, қыздар. Жиналған көпшілік қауым тойы құтты болсын. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Ал Берік, Ләззат, балалардың тойы құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Керегейлер тең шаңырақтан биік болсын. Алла қаласа енді жылымыз бесік тойға кездессек, тек жақсылық болсын. Жаңа ата-апалар сіздерден аз сөйледі, если что. Негіз деген ғой просто. Олжас кім? Ертаяға келсеңізші, жаным. Гаишікті жақсы көремін. Bir шабалар қойыңыздар. Ертаяға елге қызмет етіп жүрген ағамыз ғой. Ал, неге? Әлемші, тойларыңыз құтты болсын. Ал, әбеке келін, зарын некелерің құтты болсын. Екеуің бақытты болыңдар. Алаш-алар көп болсын. Ой Алла, ертаяға микрофонды алып сөйледі, машина айдайтындар бәрі тып-тыныш отырып қалды. Ал, Олжас, кел Олжас, өзіңнің бір сөз болсын. Олжас, осы інім үйленді деп шауып жүрген жігітке бір шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Үйінім үйленді деп барлығымызды түртіп кел деп міне. Кеше Беташарда да күшті Беташарист шақырыпты. Бір қылыста отырмаған. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қалайсыздар? Бір өтініш болсын сіздерден. Бүгінгі тойдың тізгінін жүргізіп жатқан Файзоллаға өнер адамы ғой. Өнер адамына негізі қатты қошемет берсеңіздер, қатты ашылады негізі. Арнайы шешінеді қазір. Шешініп сұрақ десең. Арнайы Тараз қаласынан ат терлетіп, уақытын бөліп, кеше ғана өзінің жанұясы туралы кино шыққан, көріп жатқан шығарсыздар, жас емес жұбайлар деген. Рахмет бауырымызға, Алла разы болсын. Және биші қыздарымызға да рахмет көп. Берік аға, құрметті Ләйла жеңге, біздің апамыз бар, Кенжекүл апа, әбеке, Келжан, құтты болсын, той құтты болсын, берекелі болсын. Аллаға шүкір, жап-жас ата, жап-жас апа, жап-жас Құдай қаласа әке, шеше, Алла қаласа апамыз шөпшек көруге насip, шөпшек көрейін деп жатыр ма Алла қаласа? Қандай бір адамның үйленгенін қаншама адам неше түрлі дәрежеге жетіп жатыр. Құдай сондай күнді барлығымызға бұйыртсын. Той құтты болсын тағы да. Олжас мырзаға бір қол соғып қойыңыздар, құрметті қонақтар. Ал енді Олжастан кейін тағы сөз сөйлейтін інісі бар осында. Келе ғой Ботаға. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Мынау құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құдаң мың жылдық болсын. Мынау әбеке, нағашым үйленіп жатыр деп бәріміз қуанып, атса алысып. Мынау Шымыр әулетінде ең үлкен той болып жатыр, міне, бәрекелді. Тыныштықбай атам бір аунап тұрып жатқан шығар. Тыныштықбай атамның тәрбиесін алдық бәріміз. Мынау бөлелер ауылға талай келіп өстік. Қанша жиен болсақ да 60% қазымыз Шымыр болады біздіңде. Шымырлар жасасын, Шымыр әулет жасасын. Кәдеде құдалар кіші жүздер жасасын кәдеге, алға. Құдалар жақсылап күтіп жүріңдер, мынау Шымыр деген ел мықты екен деп, батыр халық екен деп. Қазір алда ойындар болады, талай-талай тосты азайтайық тамада. Ойын, би, жоқ шын ғой мында. Ең басы, ең тілекке көшейін мына. Берік нағашым Ләйла ше, ең алғашқы Тыныштықбай атамның әулетінде ең алғашқы мына тұқым тойды бастап жатыр. Әбеке, өзіңіз де жастай кеттіңіз, балаңыз да жастай. Дұрыс. Құдай қаласа міне, осы тойды бәріміз күтіп, қуанып, бәріміз жиналып, біздің стол міне түк қалмаған бәріміз кеп
тібай арпалысып жатырмыз. Ең бастысы 2 жас бақытты болсын, екеуі 1 жаста қартайсын, өмірлеші гүлі болсын, бала шағалар көп болсын. Мынау Тыншықбай атамның ұрпақтарын жалғастыра беріңдер, батырлар туылсын. Біз енді не дейміз басқа? Өзіміз Тыншықбай әулеті қанша дәу болғанмен момын халықпыз, ақ көңілміз. Ең бастысы бақытты болсын, жастар бақытты болсын. Келін кіші жүзден алып дегенде мен қуанғам өз басы, кішкене бір батырлар туылады ғой деп. Жасқа айтты. Тост азайтайық тамада деп ұзақ сөйлеген сөз. Болма қалғанымыз қосыламыз ба? Бір естелікке, бір суретке түсіріп алсақ, біздің бергі әкемізді, Ләззат анамызды ортаға алып, әдемі суретті қалдырайық. 11-ші А классы болып тұрсыздар кәдімгідей. Ал күліп түсіңіздер. Және де ортаға нағашылардың, аға жеңгелердің құрметіне сұмдық билеріміз 3 би қойын деп тұрып, жаңа құдаларды ортаға шақырып билейді, жаңа тағын елі деп айтып жатырмыз ғой, кіші жүздерді ортаға алып билейік ал. Музыка кетті ал. Барша қонақтарды би алаңына шақырамыз. Кім билемейді, сол мамасын жақсы көрмейді ал, кетті ал. Ортаға шығып билеңіздер, жаппай би.
Енді ойынның шарты өте оңай. Қазір ортаға билеп шығып, менің сұрақтарыма немесе музыкалық сұрақтарға жауап берсеңіздер, подарка ала бересіздер. Біреудің подаркасын мен аямаймын. Сонымен бұл ойынның шарты ортаға келіп қол көтермей, ортаға келіп айту. Және де қандай музыка екенін, қай бағдарлама екенін, жүргізушісі кім екенін айтсаңыздар болғаны. Ендеше назар аударып қойыңыздар, мына музыканы қайда естідіңіздер. Қол көтермейміз, ортаға шығамыз, жаңа ғана айттым, қол көтермейміз дедім. Билеп шығайықшы, музыка қойып жіберіңіздер әпкемізге. Есіміңіз? Ақмаралға бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Алғашқы адам ойынға шыққан Ақмарал әпке. Сонымен бұл қай музыка және де бұл бағдарламаның жүргізушісі кім? Мире животных, ведущий Дроздов. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Өте памяті де күшті екен. Міне ақылды көркі сай біздің анамыз. Орныңызға жайғасып алсаңыз болады. Дәл осылай ойынның шарты түсінікті шығар. Бұл жай ғана репетиция. Енді сәл қиындатайын деп отырмыз. Музыка. Подарка кетіп тұрмыздар. Сыйлық. Қыздар, Индира, подарка келіп тұрыңыздар. Мына музыканы қазір естеріңізде жоқ, бірақ мына жерден еске түседі ғой. Барлығымыз сүйіп көрген бағдарлама тура осылай басталатын. Жүргізушісі кім еді және де бағдарламаның аты? Миллион күнге бұйырады. Миллион күнге бұйырады. Серік Ақш. Бір шапалақ ұрып қойыңыздар, ағамыздың да памяті күшті екен. Күшті. Классный стиль у вас, братан. Әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл осылай, құрметті қонақтар, ойынның шарты түсінікті, ойынға атсалысыңыздар. Жаңа құдалар қайтасыздар? Жаңа құдалар бар ма? Жаңа құдалар ойынға қатысыңыздар. Сіздердікі дұрыс емес болса да дұрыс қой. Сіздер жақтан қыз алып отырмыз. Жаңа құдалар ойынға қатыссын, сонымен келесі музыкаға назар аударыңыздар. Мынаны білмейтін қазақ жоқтар. Кел, ортаға шығамыз. Ортаға шығып, жауабын айтамыз, дұрыс емес болса, қазір отыра саламыз, ештеңе етпейді. Бар ма? Сонымен осылай келіп айтамыз, айқайламаймыз, қол көтермейміз. Сонымен бұл бағдарлама Поле чудес. Поле чудес, бір шапалақ ұрып қойыңыздар, өте дұрыс. Және де жүргізушісі Леонид Якупович, бір шапалақ ұрайықшы. Не деген память мына кісіде. Әлі ұмытпапсыздар. Енді сұрақ, құрметті қонақтар, сұраққа жауап берген адамдарға подаркамыз бар. Сонымен сіздерге сұрақ. Адамда болатын ең соңғы тіс қандай тіс? Кім біледі? Адамда болатын ең соңғы тіс, братан, біледі ғой. Протез, бір шапалақ ұрайық осы. Ағам осы біледі осы. Өзімде де протезмін ағам. Ал, әрмен қарай жалғастырамыз, музыкаға назар аударыңыз. Ау, не дейді? Братан, не ол? Ералаш, бір шапалақ ұрыңыздар, дұрыс емес. Келеміз. Қол көтермейміз. Міне деген әбден өзіңдер. Рахмет, әпкеміз дұрыс айтатын сияқты. Ну, погоди. Және де жүргізушісі. Қасқырмен қоям жүргізушісі. Аға, өте оңай, рахмет сіздерге. Әрмен қарай сұрақ, құрметті қонақтар. Енді орысша сұрақ. Что делает некрасивая девушка, чтобы выглядеть красивее на вечеринке? Ал керек болса. Орысша сұрақ. Что делает некрасивая девушка, чтобы выглядеть красивее на вечеринке? Келіп айтайық, келіп. Ерінбей, келіңіздер, дастархан шығайда кетіп қалмайды. Орныңызда кетіп қалмайды. Жаңа құдалар жақтан қол көтеріп жатыр. Келіңіз. Жаңа құдалар жақтан. Рахмет, жігіттер. Сонымен жаңа құдалар ма сіз? Ескі құда. Ескі құда.
ма бір ескіріп кеткен подарка беріңіздерші. Сен қалжыңдаватырмын. Жаңа орталарға да сізге де осындай 2 подарка. Жауабын айтпайсыз, иә? Жауабын айтпайсыз ба? Сонымен жауабы Макияж. дұрыс емес. Біреуін бере салыңыз, қайсысын бересіз? Фенді алсаңыз ең күшті ғой. Бір подарка бердім. Дұрыс емес болса да бір подарка бердім. Что делает некрасивая девушка, чтобы выглядеть красивее на вечеринке? Бар ма? Макияж дейді, дұрыс емес. Жаңалықтар жақтан бар ма жоқ? Келіп айтайық. Кесек қандысы бағайлы айқара болсын. Келіп айтшы. Естікші бәріміз, кеші. Келе жатыр, әйтеуір тұрады екен ғой. Сонымен, что делает некрасивая девушка, чтобы выглядеть красивее на вечеринке? Еще красивее. Әкел бер. Сонша айтараған ақылды деп ойлады ғой, қайдан білейді. Бар ма? Әпке, арақ сосын ішесіз, әпке. Әпке сосын ішесіз. Сәл шыдаңызшы. Мен емес, камера отырып тұрған. Мен байқаған жоқпын негізінде. Сонымен жауабы, что делает некрасивая девушка, чтобы выглядеть красивее на вечеринке? На вечеринке не бывает некрасивых. Ой, Алла, мә. Ұрсып тұрған ес маған келіп. Басқа подарка беріңдерші. Дұрыс емес ол. Дұрыс емес. Бар ма? Түрі нашар қыз вечерде әдемі болып көріну үшін не істейді? Білесіздер ғой, не істейді? Ішеді деп қойған яқта. Өзі проблемасын айтып отыр, не өмір көз. Красится дейді, жоқ. Светті өшіреді дейді. Әркім өзінің тас вечерде әдемі болып көріну үшін өзінен де нашар қыз етіп жүреді. Спокойно нәрсе ғой негізінде. Ал музыкаға назар аударыңыз, мына музыканы қай бағдарлама екен табасыздар. Жүргізушісінің телефон номерін кім айтады? Ал бірден кексиліп, жди меня екен білеміз. Жди меня. Жүргізушісі және телефон номерін кім айтады? Келіңіздер, тұташа келе жатыр. Біліп тұрмын ғой өзі, тұрыңызды сұрақ белгісі болып тұр. Сонымен жди меня. Жүргізушісі құдаша ғой, алып тұр ғой бұл кісі. Бұл кісі алып тұр, өйткені біз сіздердің қыздарыңызды алып тұрмыз. Болды аға, жақсы. Өлі әтегі дұрыс айтқандай кетіп баратыр ғой. Кім? Аға, дұрыс. Телефон номерін кім айтады? Жди меняның телефон номерін мен білем мысалға. Бірақ осы жерде бір адам білсе, подарка берейін деп тұрмыз, құрметті қонақтар. Индира бір нормальный подарка берші, тегі не болды? Үй өзің запап беріп отырсың ба? Үйіңнен сұрап отқан жоқпыз ғой, Индира, не болды? Нормальный подарка. Олжастың әйелі ғой, сосын тиісіп отырмын. Ал, телефон номер, жди меняның телефон номерін кім айтады? Еске түсірейін ба? Мына жерде көп адам біледі негізінде. 937 деп басталады. 000, моя бабушка больной, я пускай. 937. Жаңағылар жақтан айтты ғой, міне, білетін адам, міне. Жаңағылар 937, сосын арқарай. Өзі телефон номерін айтып тұрмыз. 937 999. Ой, айыптап атыр уже. 937 999 еді ғой. Қалай білмейсіздер ол? Легендарный жди меня. Менен басқа ешкім Россияда адам іздемеген екен ғой. Ал, сонымен әрмен қарай жалғастырамыз. Мына музыканы еске түсірейік ал. Бұл не ол, братан? Ералаш қой? Ералаш қой? Кімге береміз подарканы? Келіңіз, келіңіз. Жаңағыдалар жақтан келе жатыр, құрметті қонақтар. Кеттік. Қойсай музыканы.
жауабын айтқан жоқ, билеп подарок алып барды. Ералы шықты, аға біліп тұрмын ғой дедіңізді. Әрмен қарай жалғастырамыз. Мына музыканы еске түсіріңіздер, құрметті қонақтар. Келіп айтайық, братан, келіп айтамыз. Орында қол көтеруге болмай, келіңіз, братан. Мына кісі қателеседі, келіңіз. Келсеңізші, айтсаңызшы. Өлі қателеседі десем, айтпай кетіп бағыңыз. Сонымен бұл бұл дұрыс емес. Келіңіз, аға, қателеседі бұл. Деревня Дураков. Деревня Дураков. Бір қошеметтеп қойып, молодец. Осындай памяті күшті ағалар бар өзі. Ал, құрметті қонақтар, ойынның шартын сәл ауыстырайық. Енді үлкен экранға назар аударыңыздар. Қазіргі тойларда хит болып жүрген ойын казахи не говорят ойыны. Біразыңыз білесіздер. Бізге енді подарканы тарату керек. Сонымен қазір алда бұдан да күшті подаркілер бар. Біздің Берік ағамыз сварка, болгарка деген подаркалар алып болған. Оған қазір еркектер шығайын деп тұр. Біз ағаларымыз, дауыс шығып жатыр. Ал, сонымен казахи не говорят, плохой мальчик. Қазақтар айтады. Не дейді қазақтар? Келіп айтайды, как раз қолымда тұр ғой мен. Казахи не говорят, плохой мальчик. Қазақтар айтады. Жұрттың баласы елдің. Қолыңызда не тұр? Иттің баласы. Маған қарап айтпасаңызшы енді. Маған қарап иттің баласы деді. Ал әрмен қарай жалғастырамыз. Ойынның шарты өте түсінікті. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Мәссаған, мына подарканы қазір мына сөзді тапқан адам алайын деп тұр. Сонымен казахи не говорят ойыны. Казахи не говорят, әдемі қыз екен. Қазақтар айтады, не дейді? Не дейді қазақтар? Нағыз әйел болатын екен дейді. Сәл жылы. Басқаша айтады, басқаша. Қатын болатын қыз екен дейді ғой, бір шапалақ ұрайық, құрметті ағайын. Біздің әпкеміз алып кетті міне. Қазақтар айтады, қатын болатын қыз екен. Ауыстырасың ғой, братан? Аға, кішкене ұйықтамай отырыңыздар, пожалуйста. Ал, сонымен әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі ойынға назар аударайық. Келесі экранда казахи не говорят, шетелде қалай демалдыңдар? Қазақтар айтады, не дейді? Не дейді? Келіп айтса енді. Сонымен не дейді? Ақшаны қорда басып шашып жүр. Баламен жүрсің ғой, аянышты бол. Дұрыс емес. Ақшаны құрдан құры шаштық демейді. Не дейді? Қанша ақша кетті? Қанша ақша кетті дейді ғой. Қалай демалдың, загар алдың ба, бәрі бір ғой. Қанша ақша кетті, кредит алдың ба, істеңдер дейді. Әрмен қарай жалғастырамыз. Казахи не говорят, он влюбился в нее. Қазақтар айтады, не дейді? Мә, формен айттыңыздар ғой тек. Дуалап алған, Құдайға шүкір Абылайханды дуалап не болды десек. Ал, әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі экранда казахи не говорят, пышақ өтпейді. Қазақтар айтады, не дейді? Келіп айтайықты, өлім айқайлап айта бересіздер ма? Не дейді? Үйде еркек жоқ дейді. Молодец, красавчик. Бір ерлік істеген дейттің ғой тайым. Үйде еркек жоқ. Әрмен қарай жалғастырамыз. Казахи не говорят, красивая пара. Қазақтар айтады, не дейді? Келіп айтайық. Сонымен не дейді? Отыратқа соқырат. Отыратқа соқырат, красавчик. Ағамыз тур айтты. Тісіңіз әппақ қотек аға. Жақсы сақталдысыз ғой. Әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл осы ойын. Казахи не говорят, еда испортилась, надо выкинуть. Қазақтар не дейді? Келіп айтайық, келіп қол көтермеңіздер, мен бармаймын сіздерге, сіздер келіңіздер. Қазір мен сіздерге барсам бәлеге қалып тұрсыз. Сонымен әкеңнен сұра дейді ғой, бір шапалақ орай тамақ. Любой тамақты тастамай тұрып, әкеңнен сұрашы, жима дейді ғой бізде. Өздеріңізді біліп тұрсыздар, папаңнан сұра, жима дейді. Сонымен келесі казахи не говорят, осы бала тегі бұзық. Қазақтар айтады, не дейді? Бір сөзбен қайтарған ғой біздің қазақ. Келіп айтайық, келіп айтып сөз қосады. Сонымен не дейді? Бала адам көрмейді. Дұрыс емес.
Ал құрметті қонақтар, біз енді ойынымызды тоқтатып, ортаға ән шашын жіберейін деп отырмыз. Олжас өлең айтатын кім еді? Дуэт Олжас Индира. Өлеңдеріңіз бар екен ғой. Ал ортада ән шашу, құрметті қонақтар. Бауырлардың атынан бар? Әпкесі және де туған әпкесі екі абысыны, құрметті қонақтар, жастарға арнап ән айтайын деп жатыр. Қабыл алыңыздар, қошеметпен қабыл алыңыздар. Тоғжан, Индира, үшінші сылдар. Аяжан, Индира, Тоғжан ортада. Жастардың құрметіне, қадірменді ағайын. Папури, кешедегі өлеңдерден жинақталған кереген әндер абысындардың әпкелердің атынан. Ақ босаға аттады, ашылды гүл бақтары, бақыт қандай абылайған әлияны тапқаны, қос сөзден бұл баққаны, бақытты бұл шақтары, күн нұрындай төгілер махаббаттың шуағы. Шырайлы, тек мәңгі болыңдаршы бақытты, арнады бақты екті, айрылмай болсақ бұлардай жұлдызым құтты. Махаббаттың көлінде, тойдың бүгіндерінде, бақыт болсын өмірде. Болыңдаршы бақытты, арнады бақты екті, айрылмай болсақ бұлардай жұлдызым құтты. Махаббаттың көлінде, тойдың бүгіндерінде, бақыт болсын өмірде. Қошемет, құрмет, қадірмен ағайын. Бір естелікке сурет. Аяжан, микрофон дұрыстап қойшы. Тамағыңмен өлең айтып тұрсың ғой сен? Басына кемей қалып қойны микрофонға.
Ал естелікке сурет, сосын бір сюрпризіміз бар. Сюрпризімізді дәл осы сәтте біз табыстайын деп отыр. Ол Тоғжан әпкесінің атынан. Құрметті қонақтар, Тоғжан, бір сөйлеп жібересің ба? Микрофонды алып жайсың ба? Өтірік микрофонды. Ал ендеше Тоғжан өзің бір тілегіңді айтып жібер. Осы сәтті мұқият қарап алыңыздаршы, құрметті қонақтар. Андай волнующийся момент, андай мә. Жан бауырым, алтын бауырым, алтынға белгісіз бүгінгі шаңырақ көтеріп отқандарымен шаңырақтарың биік, керегелері кең болсын. Әрдайым ата-аналарымыздың көз қуанышы болыңдар. Тек биікте көріңдер, інімді жақсы көремін. Жанында тек адал, қасында тек мәңгі бірге болатын достар жиналсын. Жолы ашық болсын. Алияны да жақсы көремін, сіңлімдей. Алия енді жаман жерге келім болып жатқан жоқ. Інім өзі пысық, ақылды. Ініммен мақтанамын. Енді көп созбай сыйлығымды берейін. Келініме алтын Сағина, ініне Сағат. Сосын екеуінің отбасына, інім енді өзі жастайынан көлікке, техникаға құмар. Ешқандай тірліктен қашпай, өзін аямай барлық тірлікке кірісіп кете береді. Еңбекқор. Өзі БМВ автокөлігін жақсы көреді. Өзінің атынан X5 автокөлігі БМВ 4x4 объем. Өзінің атынан аударып едім. Рахмет. Спокойно айта салайыншы. Біз болсақ машина! Бір шамала қойып, көлік беріп жатыр, құрметті ағайын. Сағат және де келініне алтын және де X5 автокөлігі арнайы Тоғжанның атынан Абылайханға. Абылайхан, мен сені орнында болсам жылайтын едім, білесің ба? Әр айдың 18-і кредитін төлейсің десең. Әрдайым осылай бақытты қалпыларында жүре беріңдер. Келесі жылы енді бесік тойға келейік. Ата-анамның қуанышы болыңдар, сіздерге тілекшімін. Әрдайым тілеулеріңді тілеп жүрем, жақсы көремін бәріңді. Қобалжып тұрмын, негізі көп нәрсе айтамын деп келгем. Күшті. Машинаның кілті қаяқта? Өзінде ме уже? Бәлем бәрін біледі екен ғой, мен неғып сюрприз жасап тұрмын енді. Мен сюрприз қып кілті бәрін бар. Братан, жынды болып тұрып қой нерді. Құтты болсын Абылай. Мен сен білмей сюрприз қып адырым ғой нерді. Айтқан жоқ ба? Кілт қақта өзінде деді ғой. Что-то өтірік емес па екен? Өтірік береміз деді. Не дейсің? Берсейші етіп. Молодец, красавчик. Молодец. Бөлелердің атынан, бөлелердің атынан. Беш кіртті. Жак беріп отыр ғой, мәйін. Ал құрметті қонақтар, осындай әпкесі інісін құрметтеп көлік сыйлап жатыр, қадірменді ағайын. Міне үлгі өнеге деген берікте әкеміз бен Ләззат анамыздың тәрбиесі ғой бұл. Бауыр деген осындай бауыр едің, құрметті ағайын. Рахмет. Енді ыстықтаған ет мәзірі дайын екен, сондықтан орындарыңызға отырып алыңыздар. Қазір сәлден кейін тағы да сіздерді ортаға шақыратын боламын. Ол кезде ата-аналарымыз сөз сөйлейді. Ортада қазақтың ұлттық тағамы, құрметті ағайын. Ет мәзірі қабыл алыңыздар. X5-ден кейін ет зор кетеді.
міне жаңа орталарымыздан бата алсақ деп отырмыз. Бата беретін жаңа орталардан ел ағалар өздеріңізден аумин деп баталы рұқсат болса. Ал құрметті ағайын қолдарыңызды жайыңыздар. Аумин. Басқа берекен Аллах осы жастарға бақытты әр адамға алсын деген өсиет. Аумин. Жаңа орталарымыздан бата алды, құрметті қонақтар, ыстық ет қазірден алып отырыңыздар. Үлкен ас келген кезде ешкімді мазаламаймыз, ортадамыз. Дамира қызымызды өзінің кезекті әңгімен шақырамыз. Қабыл алыңыздар. Дамира, бұл дауысты әнші қыздарыңыз. Ramada
Абылайдың атынан анамызға деген бір құрмет көрсетіп, анамызға ән шырқап қойып, Ақжол Асыл анамыздың құрметіне, Ләззаттай анамыздың құрметіне қадірлі ағайын. Ортада баласы мен анасының вальсі. Мархабат, анаңызды вальске шақырыңыз. Арнайы Ләззат анамызға, Кенжекүл анамыздың құрметіне, асыл аналарымызға, ана сен бақыттысың, жыламағын ана. Ана сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңе мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңде шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепін тұтпаса тозбасыма. Екі жыр жазсам саған бірін ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кешірсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана сен бақыттысың, тербете бер, құбылынан елгенің есіміңді. Тәңірім кешірсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана сен бақыттысың, тербете бер, құбылынан елгенің есіміңді. Ана сен бақыттысың, жыламаған, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңе мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламаған, жыламаған. Тәңірім кешірсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана сен бақыттысың, тербете бер, құлатаннан елгенің есігіңді. Тәңірім кешірсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана сен бақыттысың, тербете бер, құлатаннан елгенің есігіңді. Тәңірім кешірсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана сен бақыттысың, тербете бер, құлатаннан елгенің есігіңді. Тәңірім кешірсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана сен бақыттысың, тербете бер, құлатаннан елгенің есігіңді. Ана, сен бақыттысың, жыламағын. Аналарың жыламас, құрметті ағайын, жыласа да қуаныштан жыласын деп бір қошеметтеп қойыңыздар. Абылайхан анамызды құрметтеп сыйлап жүр. Абылайханға рахмет, анасына рахмет. Ал енді қадірменді ағайынымыз енді ортаға той иесі, берікті әкемізді, Әлия Ләззаттай анамызды шақырайықшы. Берік әкеміз қайда екен?